Сәлеметсіздер ме? Кәсіби қазақ тілі пәнінің оқытушысы Керімқұлова Жанат Сағынтайқызы. Балалар, бүгінгі сабағымыз өте қызықты сабақтардың бірі болмақ. Себебі бұл сіздердің кәсіби мамандықтарыңызбен тікелей байланысты. Сабақтың тақырыбы маркетинг термині, маркетинг ұғымы. Сабақтың мақсаты маркетинг саласындағы негізгі ұғымдарды түсіндіре отырып, оны өмірде пайдалана білу, сөздік қорды молайту, өзінің кәсіптік қызмет саласында тілдесу барысында қазақ және шетел тілі терминологиясын меңгеру. Балалар, маркетинг термині тоқталмас бұрын алдымен термин сөздерге мән берсек. Термин сөздер ғылым, техника, өндіріс тағы басқа саласындағы ұғымдар мен зат атауларын білдіретін сөздер, яғни терминдер бір ғана ұғымды білдіре отырып, мағыналары тұрақты болады. Қазақ тілінде термин сөздер екі түрлі жолмен жасалынады. Бірінші, басқа тілден енген сөздерге қазақша балама табу. Мысалы, кеден, таможня, отбасы, семья, әмбебап, универсал, яғни бұлардың барлығы қазақша баламалар бар. Екінші жасалу тәсілі басқа тілден енген сөздердің, яғни қазақша баламасы жоқ интернационалдық термин сөздер болып жатады. Мысалы, бұған математика саласында термин сөздер алатын болсақ, квадрат, синус, косинус. Тіл білімі саласында синоним, антоним деген мысалдарды ала аламыз. Термин сөздердің басты сипаттары мынандай. Бірінші, ғылыми техника саласына тән болу керек. Екінші, термин сөздер дара, яғни бір ғана мағынаны білдіру керек. Үшінші, дүниежүзі халықтарына тән ортақ сөздер болу керек. Балалар, термин сөздері 1936 жылы қазақ тілінің терминдер сөздігі латын графикасымен ең алғаш рет жарыққа шыққан. Онда 160-тан астам экономикалық термин сөздер кірген. 1974 жылы Әбдіровтің жеке бастамасымен ең алғаш рет қазақ тілінің экономика терминдер сөзі жарыққа шықты. Балалар, қазіргі таңда қазақ тілінің терминологиясы жан-жақты дамуда. Қазірде 70-тен астам терминдер сөздігі шығып басылуда. Маркетинг термині 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында пайда болған. Балалар, маркетинг термині ағылшын тілінен маркет, нарық деген сөзді білдіреді. Инк деген нарық жасаушы, не болмаса нарық аумағын реттеуші деген мағынаны білдіреді. Жалпы әлемде маркетинг туралы көп деген мағыналары бар. Оның, яғни 5000-нан аса мағынасы бола тұра, маркетингті қарапайым тілмен айтқан кезде тұтынушы сұранысын қанағаттандыру арқылы табыс табу дегенді білдіреді. Маркетинг ғылымын негізін салушы, көптеген ғылыми мақалалардың авторы, зерттеуші, маркетинг саласына жан-жақты үлес қосқан американдық ғалым Филипп Котлердің еңбегін айтуға болады. Ол кісінің 2009 жылдан бастап 9 рет басылып 3 миллион тиражбен әлемнің 20 тіліне аударылып 58 мемлекетте негізгі пән ретінде, яғни әдістемелік құрал ретінде оқытылады. Балалар, ақшаны дұрыс пайдалану, оны ұқсата білу, неше түрлі кедергілер табылады. Осы кедергілерді болдырмау үшін белгілі бір ұғым бар. Ол маркетинг ұғымы. Маркетинг ұғымы туралы сөз ететін болсақ, бірінші қажеттілік, мұқтаждық, пайда, нарық, бәсекелестік маркетинг ұғымын білдіреді. Маркетинг дегеніміз не? Қазіргі таңда қоғамда маркетинг мамандығы не үшін қажет? Балалар, маркетинг мамандығын көбінесе саудамен екеуін айырмашылығын ажырата білмейді. Сауда дегеніміз ол тікелей жарнама, ал бұл маркетингтің тек қана бір ғана бөлшегі. Маркетинг дегеніміз нарықты зерттеу барысында тұтынушы мәселесін анықтай отырып, оған жақсы өнім беру. Бұны біз маркетинг деп атаймыз. Балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақ қойсам. Бірінші сұрақ, маркетинг термині қай тілден енген сөз және ол қандай мағынаны білдіреді? Иә, балалар, дұрыс айттыңыздар. Маркетинг ағылшын тілінен енген. Маркет деген нарық деген сөзді білдіреді. Яғни инк деген нарықты реттеуші, жоспарлаушы деген мағынаны білдіреді. Екінші сұраққа тоқталсақ, маркетинг ғылымының негізін қалаған кім? Иә, балалар, дұрыс айттыңыздар. Маркетинг негізін қалаған американдық ғалым Филипп Котлер. Үшінші сұраққа келсек, маркетинг дегеніміз не?
Маркетинг дегеніміз нарықты зерттей отырып, тұтынушы мәселесін қарастыра отырып, оған жақсы өнім беру дегенді біз маркетинг деп атаймыз. Балалар, келесі тапсырмаға көшсек, дәптерлеріңізге экранда берілген сөздердің синонимдерін тауып жазыңыздар. Нарық, жұмыс, күрес, есептеу, ақша. Сіздер дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Нарық, базар, сауда, өткізу. Күрес, тартыс, арпалыс. Жұмыс, шаруа, қызмет, еңбек, қарекет. Есептеу, санау, олжа, пайда, табыс, кіріс, ұтыс. Жарайсыңдар. Балалар, экранға назар аударыңыздар. Бүгінгі сабаққа қатысты сөздер мен сөз тіркестерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Тауар өндіру, производить товар. Нарықты дамыту, развитие рынка. Тұтынушылар, потребители. Сұраныстары мен ұсыныстары, спрос и предложение. Бәсекелестер, конкуренты. Ой, пікір, мнение. Тиімділік, выгода. Жетістік, достижение. Сатылымдардың қабілеттілігі, возможности продаж, пайда, прибыль. Маркетинг термині, маркетинговый термин, маркетинг принциптері, маркетинговые принципы, негізгі міндеттері, основные цели, қамтамасыз ету, обеспечивать, кәсіпорын қызметі, функция предприятия, дамыған елдер, развитие страны, бағыт, бағдар, направление, маркетинг ақпарат, маркетинговая информация, тауардың тұрақты өткізілуі, стабильное распространение товаров. Келесі тапсырмаға көшсек, экранда экономикалық термин сөздерді сәйкестендіреміз. Дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Финанс, қаржы, депозит, салым, обмен, айырбас, товар, тауар, убытки, шығын, прибыль, кіріс, кредит, несие. Жарайсыңдар. Балалар, үйге тапсырма. Маркетинг терминіне байланысты 15 сөзді дәптерлеріңізге жазып, әрқайсысына сөйлем құрастырасыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.